23 жасар Әділет Зейнекен қаламыздағы нөмірі 24-ші гимназия мектебінің түлегі. Ол әлемдегі әйгілі IT компанияларды еңбек етіп үлгерген. Сұранысқа ие салада табысқа қалай жету керек екенін жерлесіміз оқушылармен өткен кездесуде айтып ағынан жарылды. Окружать себя очень хорошими заряженными людьми, я бы сказал, тоже влияет на то, чтобы достигать целей. Көптеген талпыныстардан кейін ғана Әділет Яндекс кәсіптік мектебіне шақырылды. Ақырындап мансабы жоғарылай бастады. Кейін Кинопоиск компаниясында кіші әзірлеуші болып жұмыс істеуге ұсыныс алды. Әділет Зейнекен Әділет Қазақ-түрік лицейінде оқыған, Назарбаев университетін тамамдаған. Бүгінде мансабы жоғарылап, Лондонда Фейсбукке қызмет етуге шақырылып отыр. Жерлесіміз өз күшімен осындай жетістікке жетіп отыр. Кездесуге шақырылған басты кейіпкердің әңгімесінен қатты әсер алған оқушылар өздерін қызықтырған сұрақтарды қоюға тырысты. Кездесуге қатысушылар қазір IT саласындағы мансапты армандап қана қоймай, нақты іс-әрекет алгоритмі бар екенін де мойындады.